Мен Мирзаева Забида Абдиевна, Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Гродиково орта мектебінің ұстазымын. Мен ең бақытты жанмын. Менің мамандығым мұғалім. Адам баласына көмектесу игілікті істердің бастамасы. Менің мамандығым әлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі. Сондықтан мамандығымды мақтан тұтамын. Мен өзімнен сұраймын, бақыт деген не? Бақыт деген отбасы. Отбасы дегеніміз бір-біріне деген сүйіспеншілік, сыйластық, қамқорлық ортасы. Менің отбасым да ең бақытты жанұя деп ойлаймын. Қасымда қорған болар әкем, әлемдегі ең мейірімді жан анам, сенімді жолдасым және қызғалдақтай 2 қызым бар. Фурманка ауданында село Берликте тұрамын. Осы мектепті оқуды бітірдім, сол мектепке қайтадан жұмысқа орналастым. Сөйтіп жолдасымен таныстым. Жолдасым мұғалім, балаларым түгел мұғалім, немерелерім де мұғалім, келінім де мұғалім. Мен отбасы сөзін үймен байланыстырамын. Үй қабырғасыз болмайды. Сол үйдің қабырғалары біздің жауапкершілігіміз, бір-бірімізге деген сенімділік пен шыдамдылық. Үйдің терезелері қыздарымның күлкісі мен шаттығы. Үйдің негізі сүйіспеншілік пен өзара сыйластық орнаған ортасы. Мен бұл минуттарды әлемдегі ақша мен алтынға айырбастамас едім. Татулық пен ауызбіршілік бар жерде жылулық пен қуаныш бар. Көп ұлтты, тәуелсіз ұлтаралық татулығымен жарасқан жерде туып өстім. Менің тұрмыс құрған отбасым көп ұлтты әрі тату. Біздің отбасымыздың келіндері әр ұлт өкілдері болғанмен, ана тілімен қоса қазақ тілінде жақсы сөйлейді. Әр мейрамда біз жиналғанда дастарханымыз жақсылыққа жайылады, ал балалары мен келіндері жайылған дастарханға өзінің ұлттық тағамдарын алып келеді. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса аз көп дегендей, дастарханымыз кеңінен жайылады, бірлігіміз жарасады. Бірлік ауылында Давыдов әулеті тұрғындардың арасында сыйлы әрі қадірлі отбасы. Отбасымның қызметтік жолы ұстаздық жолы. Қайынатам мен қайыненем бастаған ұстаздық жолын бүгін балалары мен немерелерде жалғастыруда. Отбасының негізгі тәрбие бағыты татулық пен өзара сыйластық. Отбасы біздің қорғанымыз. Мен өз отбасымды мақтан тұтамын.